Біреуді аңдимын деп 50 тәулікке қамауға алынуыңыз мүмкін. Не болмаса 550 мың теңге айыппұл, немесе 220 сағат қоғамдық жұмыс. Бұл мемлекет басшысы қол қойған жаңа заңда нақты көрсетілген. Арна тілшілері заңның астарына үңіліп көрді. Назар салыңыздар. Енді біреуді мазалап хат жаудырып тыныштығын бұзатындарға заң аясынан нақты тосқауыл қойылады. 16 шілдеден бастап күшіне енген жаңа заң азаматтардың жеке өмірін қорғауға бағытталған. Мамандардың айтуынша бұл азаматтардың қауіпсіздігін арттырудағы маңызды қадам. Әзірге тіркелген дерек болмаса да шағымдар саны артып келеді. Заң өкілдерінің пайымынша қайталанған жағдайлар көбейсе жазада күшеюі мүмкін. Ал заңгер Гүлмира Ширанованың айтуынша көбіне әйелдер мен жас қыздар қысым көріп шағымданады екен. Көбінесе әйел адамдар келеді. Сталкингке ұшыраған әйел адамдар, ол әлеуметтік желі арқылы әртүрлі ер адамдар қорқыту немесе шантаж жасау, сондай видео, аудиолар жіберіп, әйелдерге психологиялық бағанағы зиян келтіріп жатады. Көбінесе бұрынғы күйеулері жағынан сталкингке ұшырап жатады әйелдер. Және де жас өспірімдер, жас қыздар жігіттер жағынан сталкингке ұшырап жатады. Бұрын сталкинг құрбандарына заңды түрде көмектесу қиын болатын. Енді жаңа заң бұл олқылықтың орнын толтырмақ. Жеке өмірге қол соғуға жол жоқ. Мамандардың айтуынша бұл азаматтардың қауіпсіздігін жүйелі қорғауға бағытталған нақты қадам. Аталған заңға сәйкес сталкинг үшін жауапкершілік көзделетін болады. Яғни кінәлі адам қылмыстық кодекстің 115 прим 1 бабымен қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сталкинг бұл адамның еркінен тыс оған қатысты байланыс орнатуға тырысу, бақылау немесе аңду әрекеттері. Айта кетейік, президент қол қойған заңда сталкингтен бөлек қыз алып қашу секілді әрекеттерге де жаза қатаңдады. Некеге мәжбүрлеу, адам ұрлау қылмысына теңестіріліп, кінәлі тұлғалар 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Нұрбақыт Мұсатилаұлы, Аңсар Тілепберген, Мейіржан Ерболатов, 24 News.